Қош бол сәулем көргенше, қайта айланып келгенше, уәдеңде берік бол, мен сендікпін өлгенше деген секілді. Аллам оңдай көрінәс бастағалы жатқан ісімізге сәттілік Аллам өзімізге күш қуат бере барам. Қазақтың дәстүрлі текемет басуында ең бірінші талдырма басады. Талдырма дегеніміз текеметтің бетіне салатын ойып шығаратын кигіз. Оның атын талдырма дейді. Жүн тартайық деп жатырмыз. Жүн тартып, бүйтіп міне бисмиллахир-рахманир-рахим. Істің басы ілгері, шайтанның басы кейін дейміз қазақ. Мынандай будақ тастамаңыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалады. Қазақтың аналары не деген? Данышпан десе. Данышпан болған дешмейсіз ба? Бүкіл дүниені қолмен жасап, өмірді. Бір ұршықпен талай дүниені бітіріп тастаған ғой, бір ұршықпенен. Бір тал ұршықпенен. Талай нәрсені бітіріп тастаған ғой. Бір үйдің жабдығын бәрі. Иә. Тек қана бір ұршықпенен. Біркелкі болса жақсы. Бірінің құйрығын бір басып отырған жақсы одан кейін. Шекемей осы жүнменен бір кейді үйдеші. Орандатын жылы болып тұрған айтсаң, иә солай, не бір орандатын. Кигіз басу қазақ мәдениетінің, қазақтың өмірінің бір бөлшегі. Бұл ұлттық құрал. Көшпелі мәдениетте кигіздің ролы өте жоғары болған. Неге десеңіз, оны өнер ретінде пайдаланбаған ол кезде. Қазіргідей қызыл кітапқа кіргелі тұрған жоқ. Ойбай мынаны шебер деп ешкім оны ол атақтап айтпаған. Бұл күнделікті өміріміздің бір бөлшегіне айланған қазақтың бағыздан келе жатқан ұлы өркениеті. Бұл тұрмысының айырылмас бір бөлшегі. Бұл ең кейіпстейтін дүние ғой кері баққанда. Бұл ең кейіпстейтін нәрсе. Иә. Бұл ең кейсе бітті яна біз қылдан тайсақ бұда тайып кетеді. Қисық болып, соныменен тоң қоямыз ғой шаманың барысынша. Құлдық деп. Құлдық жүңбе басты, идік деп. Қысқарақ алсаңыз, бірінің құйрығын бір басып болады. Қайта мынау жүндер Әдемі ғой мынау. дайындақ болған. Иә. Әгіртік біртіктерді Барлығын шабақтап, оны сабап ойбой. Қылмағанды қыламыз ғой. Кішкентай күнімізден аналарымыздың қасында бірге еріп жүріп, жүн тарақпен жүнін тарап, қойды қырқып береді, оны жуады, оны тарайды. Ол кезде біз мектеп оқушымыз бізге таратады ана жүнді. Жүнді тарап жүгіріп ойнап кете беретін тұғынбыз. Оны айналып келіп шүйкелеп береміз, оны иірет шешеміз. Онан текемет басады, жаңа апалар да айтып жатыр, баяғыда текемет жаңа асырлатып басады деп. Илем бүгін үйді күн бөтіріп тысап ертең үйді күн істейтіміз ғой сонда. Иә, бір мен асарлатып, Бүгін осы үйдің жүнін бірақ сабап тастасақ, ертең ана сабалып тұрған үйді күн барып тартамыз ғой, кигізді. Не дегендесіз? Соның өзінің мағынасын қарасаңшы, ауызбіршіліктің, Береке бірліктің, ынтымақтың, берекенің, бір мен асарлатып, жаңа тамақ пісіріп, бір жаңа арты тойы болып, ойнап күліп, текемет басып. Сөйтеді ғой. Текемет кепкеннен кейін барып кішкентай балдарына жаңа текеметтіңізді Біздің қыз кезіміз бен келіншек кезімізге тура келген дәуір ғой ол. Бірақ жүн басумен өтіп кеттік қой. Нақ айттыңыз. Өміріміз. Бірақ жүн басумен өтіп кеттік қой деген екен дейді рас. Тойғы береді, нағыз ақ пейіл көршілер ай,
сағындым келші бері деген сол ғой. Сендерсіз қайғашамды көңілім көншімейді деген. Сөйткен бір әндер сол ғой, дәл сол. Бір ішіні құйған шайың сарайлашқан, ақ пейіл ашық жарқын, көршілер ай, қалтқысыз бір-біріне қарайласқан. Сол бақытты ел екенбіз, мол болсын берекеміз, сендерсіз қайғашамды. Солай мен ұқпадым өзімен. Ұлдарды негізі кіргізбейтін. Ана текемет бос болып қалады деп, сондай да ырымы бар бұның басында. Сосын кейінен жағына неге ораған кезде жігіттер шақырып, жаңа тепкілетіп, неғып салмақ керек та күшпен. Сол жерге қатысады. Ал жалпы басқа кезінде әйелдер, қыздар, келіншектер, қыздар солай не қылатынбыз. Апаларымыз, әжелеріміз жаңағы басында шиге салып, шабақтауын сондай жұмыстарын сол кісілер істейтін де, әрмен қарай жаңағы басу, білектеу, жаңағыдай не қарпу, жаңа күшпен жасалатынды жастар жасайтынбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Жетпей қалармын. Екі шайын егі. Соны айтам. Ал бастап бітті бітіңдерші бірнікі біріне. Тесіліп кетеді, анандай құймаңыз. Көп құймаңыз. Сол ойып кете беріп, мен де шошып тұрмын. Тесіліп кетеді, Бисмиллахиррахманиррахим. Анасы бірткі біртүрлі екен. Анасы жоқ. Жоқ, сол жаңа Ана әлгіндей сесібіткі бар ғой, сол жақсы. Соны мен себебіміз қойын қай. Енді қайтесің. Бұраңыз. Ал, бұраңызды. Ойбай, қолдарыңызды байқаңызды. Бітті сеу бағанша көзін түрегеле тұр. Әне жер бітті ей. Алдын, әне тидің түбіне орды. Қолдарыңызды байқаңыздар, е? Мынау 18 салым екен. Біз анда құрған қанша салым еді, Күлеке? 18 салым екен. 18 салым екен. Бұрай берейік. Болды. Байлай берек, ирек салайын ба? Ау, ирек салайық. Ал, енді ирекке қарай әкеліп бітті. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал, иректі андағы жіпке өткіз, е. Чумақтай сал, чумақтай өткіз, күлсімеу. Содан кейін, сөйтіп топ-топымен, енді ана жаққа қарай өткіз, е. Жоқ, астынан, үстінен астына қарай, е. Енді мынаған қарай. Енді мынаған қарай өткіз. Енді мынаған қарай. Енді мынаған қарай. Жерін ирегін алыстақ қойыпсыз. Асып көтті мәне. Жақындатайын бұнда? Ирегіңіз асып қапты. Жоқ, алды мен екі жаққа томалатқанды көрсетейік мұнадаға. Сөсеген тебеміз ғой, ал. Басын көтірші. Ал ортаға қарай апаранда. Дәл ортасына. Ортаға апар, сөйтіп отыр. Ана жіптің біреуін ана жігітті, біреуін анаған, біреуін мынаған бер. Ал. Бісміллә. Болды. Жіпті қоя беріп татыңды. Қоя беріп, тартып жедік қой, тезді суағып кетеді деп, е. Жұқалап, өтте нәзіктікпен тартып шықтық, одан суды септік, одан шиге орап, міне тептік, дөңгелетіп. Енді бұны аламыз. Көп тепсек ол пысып келсе, ертең кигізге үлкен бір ұстамай қалады. Соны бұны кептіреміз, ал ертеңгі текемет басуға бұны дайындап, ойын ойып шығамыз. Сосын ертеңгі текеметке ойын ойып дайындап алғаннан кейін, оны ертең барысында көресіздер, ары қарай ол текеметтің бетіне түр болып, ой өрнек болып түседі. Біз бүгін соған дайындық ретінде талдырма бастық. Мынау талдырма міне. Жоқ іштек. Кішкендей су салып. Мынау біраз құрғақтау болыпты.
кішкене су салып барып. Өте нығыздама. Құлсым, бит. Аз толғап жіберсек болды, болып тұр. Өйткені қатты алып келсе, қатты алып келсе ертең тек емес. Ананы ұстамай қояды. Иә. Ұстамай қойды, тек емес. Иә. Кәдімгі талдырма болып кетті мына жақ. Түп жағы. Қызыл ене біраз. іш жағы ғой ол. Иә. Аналар не дейін, Қамиз апай өзін жасылын мақтап жатыр, өзін қызыл шықты бос деп жатыр. Өз жағын мақтап жатыр Өз да. жағын мақтап жатыр да, анау ішінде қалып қалған ғой, өз жағы біздің сыртындағы болды болып. Енді әзір айтып жатыр соны. Иә, біз енді мына бағанадан аунатып, аяғымызбен теуіп, бір жүрісін істеп болдық. Енді біраз білектеп жерейік деп жатырмыз мына талдырманы, сәл қатаю үшін. Бәріміз отырып білектейміз енді. Мынаны шетін, Мынаған егет басса, егет басса шетін жылым-жылым болмай әдем болып шығады. Ал келіңіз, бисмиллахиррахманиррахим. Ал қолғанымызды. Бисмиллахиррахманиррахим. Қолғандар. Бисмилlah. Yok durmay. Bunu bilekten de bir başvuru. Ya, buratılдырмаңдар, ей. Ya buratılдырмаңдар. Buratılдырмаңдар. Қолмен тартып, иә. Біргелкі қылайық. Кәудедеріңіз тең көтер деуші еді ғой. Мына, бір қолдарыңды астынан салып тартып отырсыңдар. Талдырманы болдық, жаңағы айтқанымдай. Енді бұны кептіреміз. Мөлшермен бүгін мінекей болдық, ертең келіп, таңертең бұның кепкеннен кейін ойып текеметке дайындаймыз. Талдырманына екі түрлі жүннен бастық қой. Мынау боялған жүн, екі түрден бастық, бұл оюға арналған. Енді осыны ортасынан кесіп аламыз да. Жасыл мен қызылды ортасынан кесіп аламыз да. Бұл енді әзір қыстың күні болғаннан кейін, осы үйге кептіретін болғаннан кейін ортасынан кесіп кептіреміз. Кептіруге үшін жеңіл болсын деп, соған қолайлы болсын деп ортасынан кесіп жатырмыз. Кеше талдырмаға текеметтің бетіне ойылатын ой өрнекке арналған талдырмамызды кеше бітірдік. Бұл дайын, құрғап дайын тұр істетуге. Енді біз бүгін қазақтың дәстүрлі әдісі бойынша жүнді шеге шабақтап көрсетпекшіміз. Бисмилlah. Бұндай шабақтау деген текеметтен тесік шықпау үшін көбінесе шабақтамай тарта салса, текеметтен тесік шығып қалады. Ар жақ бер жағына. Біргелкі болу үшін. Біргелкі болу үшін шабақтап алады. Ол бірдей болу керек. Қалың жұқа жерін сабаудың үшіменен жүнді олай-бұлай апарып, оны тегістейміз. Ол қазақтың бұрыннан келе жатқан ата дәстүр бойынша басылу салты. Дәстүрлі әдіс бойынша бәрін осыны толтырып, бірақ шабақтап тартып шығу керек болған. Бірақ әзір бүгінгі жаңа заманауи технологияға байланысты біз бұны тартып, бүйтіп, міне, тартудың әдісі дәстүрлі міне. Біріншіден текемет тесік емес, біргелкі шығу үшін мына бір жүннің артын бір жүнмен бастырып отырып, бүйтіп жасап шығамыз. Тартып шығамыз міне. Осыны көрсетіп жатырмыз. Бұны үстіне қоя салмайды негізі, бүйтіп қолдың мына қырыменен бүйтіп біркелкі қылып теңшеп тартып шығады. Үстіне қойса бірі қалың, бірі жұқа болып кетеді. Көрдіңіздер ме, әдемі болып біркелкі болып келе жатыр. Мен арт жағын жалғастырып шабақтап жатырмын. Шабағы бұлай, үстіне міне көрдіңіз бе, қалың болып бір рет тартылды. Сонда текемет әрі қалың әрі тегіс болып шығады, е? Тесілмейді. Ғұмыры да ұзақ болады. Текеметтің түрін, ой өрнегін бітіргеннен кейін оның үстінен де өстіп тартып шығамыз. Қалыңдап екі қайта.
Біздің талдырмамыз дайын. Текеметіміздің жалпы өрнегін түсіру үшін қазір біз оюға арналған құралдарымызды, қайшыны, сызат нәрсемізді алып дайындалып тұрмыз. Енді текеметтің өрнегін, ою өрнегін саламыз қазірден бастап. Былай өзіңізге қарай тартайық кішкене. Болды. Болды. Осы жерде неметеміз ғой. Ана 4-5 бері лақтырып жерші өсімей. Жарысына болайық. 5 қарыс болған. Мына жағы дүзулеу сияқты ғой. Андағы түсіру секілді. Жоқ, керек емес маған. Керек емес ол. Қазір секілді. Үлкен уақыт алайық. Бұрынғы дәстүр бойынша метр емес, сантим емес, қарыстай салайық, иә? 2, 3, 4, 5. Артық болды. Мына жағында сондай қарыстап жеру керек. Өйткені мына жерде мына селкеу шығып тұр ғой. Сызып алайық. 3, 4, 5. Мына жерден Селкеуден баста, иә. Осы жерден шығып алайық. Сосын мына жерде де мына селкеу бар. Селкеуін алып тастаймыз, оны сызып. Селкеуді бүйтіп алып тастаймыз. Ойын түзу шығу үшін бұл. Текеметтің төсегі дайын болады. Содан кейін соның үстіне ол кезде жаңағы шүйкелейді. Жүнді шүйкелеп қойып, ана созып шүйкелеп алады. Сол шүйкемен оюлар, қошқар мүйіз оюларымызды қандай оюды қалаймыз, соны салып алып, түрі дейді бұл. Дәстүрлі баяғыдан бері қазақтың салып жүрген қошқар мүйізін ғана түсіре салайық деп отырмыз. Әзір ғой оюдың мыңнан аса түрі бар. Әртүрлі ою әртүрлі жерге түседі. Бірақ атамыз қазақ бұрыннан осы қошқар мүйізді жаңа малдың аталығы деп, қадірлеп, неге осы текеметке, ой өрнектерге, текеметтерге салған ғой. Көп салатын болған ғой, сырмақ текеметке. Сондықтан біз бүгін міне осы ой өрнекті, осы қошқар мүйізді ғана сала салайық деп отырмыз. Өзі қарапайым, бірақ оның өзіндік құндылығы бар. Талдырма қалыпты, әдемі басылыпты, қатты емес. Әдемі болған. Еште қатты да емес, жұқалығы да әдемі. Боста емес. Бір кезді әдемі болды. Енді оюды түсіреміз. Мынау сырт оюы, мынау ішкі оюы. Оюдың іші сырты деп екіге бөлінеді ғой. Сырты қолтырмаш болады. Іші оюға түсіреміз. Енді бұрынғы табиғи жаңа алдыңғы апаларды айтып жатыр, шөптердің тамырларын пайдаланып, болмаса ақ пенен қараны ғана пайдаланып деген сияқты сондай күрең өзіміздің қазақи түстерменен жасаған. Енді біз қазіргі заманауи мүмкіншілікті пайдаланып, біз кішкене түстерін жаңағы қазіргі тілмен ақында химиялық бояуменен боялған жүндерді пайдаландық. Ауылдың аспанындай деген осы міне. Балалық шағым-ай, алыста қалғаның-ай. Міне біреу ойпыл-тойпыл жерлерден айтып соза-моза келтіреміз ғой, естеріңде болсын. Жүн деген олай сұсың да, бұлай сұсың да келетін дүние ғой. Ойпыл-тойпыл жерден де шығарып жатырмын. Тойыңда жыр бастадым. Біз негізінен талдырмамызды ойып, міне салып болдық. Енді арасында жүн тартамыз. Сонымен шамасы және де киғызып басамыз. Әлі талай шаруасы бар бұның. Әрбір деудің әрбір жерден отыра қалыңдар. Қамизаттан жеріңіз қате болып қалды. Себебі біз шетіндегі екі жасылдың ішіне сары жүн тартамыз деді ғой, сары бояудан. Жаңылсып кеттік, иә? Сіз жаңылсып андағы апарып сарын тастадыңыз. Оған сіз мынаны жіберіңіз. Мына қызылды жіберіңіз андағыға. Себебі мына қызыл ортада тұр. Ана ең төрт жағындағы бұрышта қолтырмаш бар ғой. Соған қызыл жіберсеңіз, мына қызылменен пар болып түседі. Ана төрт сөйтіңіз. Оның жиегіне мына қарадан жіберіп жеріңіз. Киіз үйдің ішіндегі мынау бауға балек деп кеше айтып жатсыз ғой, қазанның жаңағы шаңырақтан анау. Желбау ол, желбау оны. Желбауға жел соққанда керек қой.
түсіріп қояды да үйді алып кетпеу үшін үйіңде тұз болса тұз, не болса ауыр нәрсені байлай салады. Ал енді соны бар ғой, мен елі бір есту біздің Зира Наурызбай апайымыздың айтқаны есіңізде ме Алтеке? Бір шекелді қай мемлекетті айтқан білмеймін, үлкен биік бір 100 этажына бір 70-80 этажға ғимарат салып, соның бір 50-ші этажында ма жаңа біздің ата бабамыздың жаңа қолданған жаңа әдісі бар емес пе? Жаңа баулар жаңа иә жеңнен әкетіп Желбауға қонданған әрісі. иә жеңбауды қолданған әдісі соны жаңа қолданады екен. Сол біздің ата бабамыздан келе жатқан сол киіз үйдің даналығын көрмейсіз ба сондағысы? Сол кезде соны қазіргі архитекторлар үй салатын, биік ғимарат салатындар сол біз ата бабамыздың сондай тәсілдерін қазір осы уақытта заманауи уақытта қолданып жатыр екен. Оны темірмен тартып, екі ортасына тепе теңдігін сақтау үшін темірмен тартып келтірген осы күнгі заманға. Бұрын оны қазақ шаңырақтан екі желбау Қазақ шаңырақтан екі желбау тартты, енді әзіргі биік этаж үйлерді солай темірмен тартып келтірген екен ғой сол. Шаңырақтан құлаған екі желбау болады ғой. Екі желбау кигіз үйді ұшырып кетпеу үшін болады. Ал енді соны әзір ғылым техникада дамыған кезде сол желбауды секілді үлкен этаж үйлер салғанда екі ортасына тепе теңдігін сақтау үшін темірмен тартып, орнатып, ана үйлердің тепе теңдігін сақтау үшін. Бәрін қазақтар өздері сол оймен келтіргеннің бәрі тума қабілет дейді ғой. Қазақтың тума қабілеті күшті болған ғой. Ол кезде кигіз үй тіктік, кигіз үйдің туырлық, үзік деп нешеге бөледі ғой. Үзік туырлықтарды бұрынғы көне үзік бар ғой, маған көмектесетін ата-енем болмады деп отырмын ғой. Елдер жұмысқа кетіп қалады, қарбаластап. Сонда кигіз үйдің үзіктерін алып түсіп, ескі үзікті. Жаңа кигіздің үстінде қойып, соған қарап пішіп, соған қарап өзім тігіп алып жүрдім ғой. Жалғыз өзім. Мүмкін бір үйдің жабдықтарын сөйтіп өзім жабылып отыратын әйел болдым. Қазақтың даласының өзі сөйлеп тұрған музыка деп шетелдік бір ғалым айтқан ғой. Сол айтқандай біздің қазақтың даласының өзінен алған аналар осы өнердің түрін, түсін, әрбір салған оюды, әрбір салған гүлдің деталын бәрін қазақ даласынан алған. Қазақ даласының өзі сөйлеп тұрған музыка, өзі өнер, өзі бір жаңағы табиғаттың жаралып қалған бір ешкім қайталай алмайтын бір несі ғой. Университеті. Табиғаттың көркемдігінен алған ғой. Сонымен біте қайнасып өскен қазақ даланың, дарқан даланың табиғаттың кемелді тұлғаларын өзінің әрбір ой өрнегіне сіңірген, әрбір ән күйлеріне келтірген. Бұны бәрі біздің қазақтың енді жазылмаған жаңағы құпия ресімі деп айтсақ та болатын шығар, мүмкін. Жаңағы Хамизатта да айтып жатыр ғой, түстің өзін кезінде жоқ кезде ақ пен қараны сәйкестірді. Ал заманның дамуына бояу жоқ кезде заманның дамуына байланысты түрлі түстерді барлыққа келтірді. Оның өзін жеке барлыққа келтіріп қана қоймай, оны әдемілеп, жаңағы айшықтап, әр түрге бөліп, мысалы қыз ұзатқанда қандай түстерді көбірек қолдану керек, жаңағы ұл жасауына қандай түстерді көбірек қолдану керек, үлкен үйге қандай текемет басу керек, сырмақты қандай, отауларға қандай, үлкен үйге қандай, соның барлығына түр түс беріп, өң беріп, оларға анықтама берген ғой бәріне. Мән мағына берген. Әр балаға тектіліктің өзі анасынан дарған деп айтады ғой. Шешесін көріп қызын ал деген секілді. Жасыл сар бермейсіз ба? Мен бірдей қылып шығармайсыз ба? Қате болды ғой тағы сіздікі. Күлгінді сарын орнына көкөніс деп сардың. Құдая. Миымның шатысқан ай. Мен сарының орнына тағы қызыл істетіп кеттім ғой. Ал бастысы. Сонда бір жерді 3 жасаттың ғой маған былай қатайтып. Әмәлиятта менің жасағаным дұрыс екен. Менен емес, аттан дегенде. Мен қисық емес, ат қисық деген дейді. Текеметіміздің түрін салып болдық. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар, әдемі шықты. Енді біз осының бетіне ақ жүнімізді, сүйегін тартып төсеп шығамыз. Негізі оны тартып шығу керек. Біз әзір мынаны сол текеметке тартып басуға дайындаймыз. Мынаны 2 қайта тартып шығамыз бірін үстіне бірін. Сонда нағыз бұрынғы байырғы дәстүрлі текемет болып шығады. Біз соған дайындалып жатырмыз қазір.
Маған қайшыны бере берші. Әне басын кесіп көрейін. Анаған Дәл андағы туралай қалды менен. Туралап. Табандарыңыздағы оюды байқаңыздар, иә? Алтын келсекші ортаға. Өте емес. өте қасып кетті. Өте емес, өте емес. Өте былай кетіп қалды деймін. Өте емес. Ал. Ал деймін, басын текшіп қойып алыңыздар, сосын бірақ қояқ. Мен қойып алдым. Созылып кетеді айтпаса, иә. Біздің де кигізіміздің бірінші жаңағы ою өрнегін салып бірінші басқышын біткеннен кейін екінші басқышындағы екінші реткі жүнін тартып болдық. Бұл жерде мән беретін нәрсе мынаны тартуда бірінші шиді қозғап алмау керек, екінші оюды қозғап алмау керек. Егер ши қозғалса, ою қозғалса, онда кигіз басылып шыққаннан кейін текемет. Оның оюы да қисық болып қалады біріншіден, екіншіден текеметтің кигізден тесік шығып кетуі мүмкін. Жаңағы былай қарағанда анжерім жерден ой тесік шығып кетеді. Ол бірінші себеп шидің қозғалып кетуінен, екінші жаңағы оюдың қозғалып кетуінен болады. Сондықтан текемет басқан кезде шиді қозғап алмауға, оюды қозғап алмауға қатты мән беру керек. Үшінші мына жүнді тартқан кезде біркелкілікті сақтау керек. Біркелкілікті сақтамаса ол жаңа су сепкен кезде су қай жерге көбірек себілсе, сол жерден тесік шығып кетеді. Соған мән берген жөн болады. Біз не екінші басқышын біттік. Енді бұның үстінен қалың болу үшін, нығыз болу үшін тағы бір қатар жүн тартып шығамыз. Біркелкі қылып. Сонда біздің кигізіміз әр қатты қалың емес, жұқа да емес, орташа, әрі мықты болып шығады. Текеметіміздің жүнін толық тартып болдық. Енді су сеуіп, ары қарай тебуге аламыз. Соған дайындалып жатырмыз. Күзем жүннен, одан кейін қозының жүнінен, күзем жүн деген сөз күзде жайлаудан қой түседі ғой. Сол кезде еркек қойлардың үстіндегі жүнді қырқады ғой, соны күзем жүн дейді. Енді қозы 6-7 ай болады ғой. Қозының жүнін екеуін қосып, басып, содан тірі жүн дейді оны қазақ. Ол тірі жүнді кигізіп шығарған. Енді өлі жүн жаздырма жүн деп отырмын ғой. Одан солай талдырма жасап, көрпе жасаған. Арғы ата бабамызда сөйтіп бәрін сөйтіп пайдаланған ғой. Қыста жылы, жазда салқын кигіз деген нәрсе енді қазаққа негізі ем болған ғой, былайшалап айтқанда. Әдетте чөпті, дымды жердегі жатса, ер жігіттер атпен кетіп бара жатып бір жерге, иә, белдері шойылып қалатын болған, белдері қатты ауырып қалатын болған, сонда ана аттың көпшігі болады ғой, құрым көпшік. Соның ішінде осындай тоқым секілді кішкене көпшік кестеленген ішінде кигіз салған көрпеше болған. Соны аласап ер тоқымның басына қояды да, жаңегіні беліне қоя салады, жаңегі ішінде кигізі бар. Сондан астан зығыр өтпейді. Сонда адам денсаулығына да өте пайдалы болған. Қазаққа көп көмегі болған ғой қойдың жүнінің. Біз бағана текеметімізді шиге орап су сеуіп теуге алғанбыз. Өздеріңіз көрдіңіздер. Енді шиден шығарып жатырмыз. Теуіп болдық, мөлшермен 1,5 сағаттай тептік. Дөңгелеттік, енді міне шиден шығарып жатырмыз. Кигізіміз шиден шықты, міне енді білектейік деп жатырмыз, пысырамыз. Білектеп, өңдеп, оңды солды басамыз білектеп. Соны менен кеттік, міне кигіздің басы тегіс болу үшін мына шидің басын мына ұқсап көтеріп қоямыз. Өйткені мына шидің де басқанда кигіздің жүнінің четіне шығып кетеді дағы, сонымен жалбыр болып қалады ғой, сол үшін оны тегістеу үшін шетін көтеріп қоямыз. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим, кеттік. Жіптен ұстап бетесіздер міне. Өңін ішін алып, үш рет басамыз. Оңқай, үш рет сорақай бар. Болдық. Соны енді біраз жайып, былай жазып, ана қыңыр қисық жерін жөндеп, қарпуға аламыз. Сонымен қарпуға алып жөндейік деп жатырмыз, ашып. Міне, айлық басты баштық. Ар жағынан негізі болып қалдық кигізімізді, текеметімізді басып. Бір, екі. Мен дардай қарулайда едім ғой, сендер екеуің жетпіңдер.
Сендердің екеуіңде бар, 3, 1 менде барлық қойсам. Тартыңыз. 1, 2. Теңшеп жібереміз анасын. Кішкене қиып қайтадан біраз басып жібереміз ба, шетін жегізіп жіберейік, Біраз жегіземіз. Бисмиллахиррахманиррахим. жалып жүрген қалып тастау керек. Болғаннан кейін нені киізді былай бүктеп алып, сосын ортасынан тігіп, кәдімгі жаңағы қоршау сияқты. Бұрын болған ғой неде, түйеде қоршау нелер жасалған, дәл сондай немен әдіспен қоршап тігіп алады да, сосын қарпылады. Айнала отырып аламыз дағын, сосын бір қолымызбен ортаға салып, бір қолымызбен кезектеп былай кезектесіп салып отырамыз. Мынау ең соңғы басқышы текемет басудың. Қарпимыз, мынау айланасын бірақ тігіп аламыз да, сосын аз қарпығанды көрсетеміз. Сол үшін қарпу үшін мынаны бүйтіп тігіп алу керек. Қарпудың пайдасы біріншіден ширақ болады, оңайшылықпен тозбайды. Екіншіден мына үзіктерге кигіз үйдің арналған үзік, туырдық, түңіліктер тамшы өтпеу үшін. Қарпылмаған кигіздерден тамшы өтіп кетеді. Тамшы өтіп кетеді жаңбыр жауған кезде. Ал мына қарпылған ол өте мықты болады да, шымыр болады да, одан тамшы өздігінен жаңбыр сыртынан сорғалайды. Ішіне өтпейді, сондай мықты болады. Оның қарпудың қасиеті сол. Текеметтерде, қарпыған текеметтерден жүн шықпайды бетті алды. Қылғыбыр, спирткіге қылғыбыр шықпайды. Енді бос текеметтердің қылы жаңа шығып, тамаққа, отырған жерге, көйлек, көншекке, киген киімге жұғып, ол қарпылмаған кигіздер сондай болады. Ал енді қарпылған кигіздерден ондай шықпайды. Кигіздің ең соңғы басқышы, кигізді басып болдық, енді соңғы басқышы қарпу. Мына жерді бүйтіп айландырып тігіп аламыз да, соның кейін бұны қарпимыз. Бәріміз бір бағытта. Міне, көрдіңіздер ма? Міне. Сосын қолымызбен бірге айланып отырады бұл. Mesela әзіргі менің алдымда тұрған күлекке бұлай айландырып істейсіз. Айландырып, апай сіз айландырыңыз кигізді. Сіз бұлай жібересіз, иә. Міне. Бәріміз қолымызды, сол қолымыз бұлай болғанда міне бірге, оң қолымыз бірге болғанда міне бірге. Бірге саламыз. Қазан толды ма? Міне. Қазан толды ма? Міне. Қазан толды ма? Енді оң қол, міне. Сосын бүйтіп қарсылап ұстап отырасыздар да, міне. Міне. Қарсылап ұстап отырасыздар. Мен білем, бұдай ашып қарсыққа жарысқа дегенме жатыр. Жақын ұстап, мына шетін пысу үшін ғой бұл мына. Қысып шетінің пысуын. Адамның қол деген у ғой. Бағана шетін танап, не қылдық қой, соның барлығы осымен пысып кетеді. Сіз енді аузы сізге шықты. Қазы қартаны пісірасың енді. Аллаға шүкір деші. Менің алдыма шықса екен, табысатыңыз бұрын. Бізде бұл текемет қалды ғой қазір, ешкім пайдаланбайды текеметті. Біздің жақта ешкім пайдаланбайды. Бәрі кілемге, паласқа өтті, одан кейін кілемге өтті. Қазіргі кезде ешкім текеметті пайдаланбайды. Бұның бәрі тәлім тәрбие, келінге деген, өсіп келе жатқан ұрпаққа деген. Мінекей мен ұрпақпын. Сол әжелерден қалған, аналардан қалған мен ұрпақпын. Міне мен өзімнің ұрпағыма мен де жалғастырып жатырмын. Көрсетіп, мінекей осыны айтады ғой, жаңа қасында ере жүріп, құлағымызды салып жүріп, көзімізді салып жүріп, қастарында еріп жүріп, тиіп қашып болса да әйтеуір көмектесіп жүріп, біз осының барлығын жасаған, барлығын өз көзімізбен көрдік, өзімізді тоқыдық дегендей. Ал енді қойдың жүні деген өз денеңе ем деген сөз ол. Көп нәрсе өзіңе ем болады. Сол үшін солардың бәрін істетуге бейімдесе жастарымыз. Соны бейімдейтін ұстаздар болса, қолдайтын адамдар болса, ел боп, жұрт боп, сол шеберлерді қолдаса, біз ұрпаққа білгенімізді үйретсек, соны үйренетін бойжеткендер болса, кигізді астыңызға салсаңыз кигіз, қойдың жүнін басып, көшіп келсеңіз жеңіл, артып алып жүргенге қолайды. Тіксеңіз үй, атқа мінсеңіз ішкілік тоқым, мысалы. Киім кисеңіз шекпен, аяқыңызға мәсі, пима,
тон чалбар деген барлығын осы қазақтың төрт түлік малының терілерінен және жүндерінен істеген. Аз бір 20-30 жыл жарым ғасырға да жетпеген жағдайда біздің осы өзіміздің тұрмысымыздың бір бөлшегі болып ғасырдан ғасырға жасап келе жатқан құндылығымыздың өзі бір шеберлік сабаққа қарай бейімделіп бір жоғалып баратқан дәстүрге қарай кетіп баратқан мені өкіндіреді.